Лакшми Миттал тосыннан болар метан бөліну жағдайын болжау қызметін жасақтауға ақша салудан бас тартқан. Бұл туралы көмір өнеркәсібінің ардагері мәлімдеді. Қазір Шахтинск қаласында 22 жылдың қарашасында 5 кенші қаза тапқан Ленин атындағы шахтада болған жарылысқа қатысты сот процесі жүріп жатыр. Кен орнының қожайыны шынымен де кеншілердің қауіпсіздігіне мән бермеген бе? Тілші тарқатып түсіндіреді. Бүгін сот айыпталушылардан жауап ала бастады. Сотталушылар орындығында Ленин шахтасының инженерлік техникалық құрамынан 4 адам, олар 1 жыл 4 ай қамауға алынды. ArcelorMittal Теміртау көмір департаментінің басшылығымен тергеу әлі де жалғасып жатыр. На данный момент Қазіргі уақытта бізде көмір департаментінде тиімді бақылау әдістері мен шығарындылар қаупін болжау жоқ, сондықтан оны ешкім болжай алмайды. Виктор Чайка 30 жыл бойы шахталарда жарақаттанудың және кенеттен болар метан шығындыларының алдын алу мәселелерімен айналысады. Оның айтуынша 90-шы жылдардың аяғында Санкт-Петербург пен Алматы ғалымдары газ шығындыларын болжаудың жолын тапқан. Бірақ ArcelorMittal Теміртау басшылығы технологияны сатып алудан және енгізуден бас тартқан. Айыпталушы еңбек кодексінің талаптарын бұзды деп айыпталуда, бірақ бұл ретте басқару органдары бұл еңбек кодексінде жұмыс берушінің қаржыландыруды құруға, қауіпсіз еңбек жағдайларын жасауға міндетті екендігі туралы бап бар екеніне назар аудармайды. Компания бұл мәселелерді бастан аяқ зерттемеген. Бастапқыда күдіктілердің қатарында 26 адам болды. Оның ішінде ArcelorMittal Теміртау бас директоры Биджу Наир және атқарушы директор Джелсон Батиста да бар. Екі азаматты да Қазақстанда 2024 жылдың 4 қарашасына дейін болуға міндеттеген болатын. Алайда олар отанына жіберілді. Менің ойымша ешқандай қаржыландыру болған жоқ. Егер ол болса, жаңа жабдық, беттік бұрғылау, газ шығару үшін басқа технологиялар да жаңа болар еді. Қаржыландыру мүлдем салынбаған. Бұл шетелдіктер, менің ойымша, бізді үкімет олардың бірінші кезекте осында қалдыру керек еді. Сондықтан олар жауап береді. Ленин атындағы шахтадағы жарылыстың себептерін тергеу жөніндегі үкіметтік комиссияның мүшесі Сергей Брагин де шетелдік топ менеджерлерді жауапқа тартуға тұрарлық екендігімен келіседі. Апат кезінде болжау қызметінің штаты толық болмады. Біз адамдарды жұмысқа алмағанын түсінеміз. Жиынтық жабдықтың белгілі бір түрлері болған және жетіспеген. Қажетті шаралар қабылданған жоқ. Компания менеджменті мұнда 2 нұсқа бар. Қаражаттың жеткіліксіз бөлінуі немесе бөлінген қаражатты тиімсіз пайдалану. Сонымен қатар бұзушылықтар жүйелі болды. Барлық шахталарда комиссия қорытынды жасады. Дәл осындай бұзушылықтар Абай шахтасындағы алдыңғы апатта болған және одан кейін ArcelorMittal Теміртау басшылығына оларды жою туралы нұсқама берілген. Олар орындаған жоқ. Нәтижесінде 5 адамның өмірін қиған Қазақстан кенішіндегі өрт және 46 адам қаза тапқан Костенко шахтасындағы ең ауыр апаттардың бірі болды. Дидар Қалқатай, Ирина Ненашева, 5-ші арна.